Банктердің кредит бөлу көлемі 65%-ға ұлғайтылады. Премьер-министр Сенаттың жалпы отырысында премьер-министр Әлихан Смайылов банктердің кредит бөлу көлемі алдағы 5 жылда 65%-ға артатынын мәлімдеді. Премьер-министрдің айтуынша, келесі жылы биылмен салыстырғанда нақты секторды қолдауға жұмсалатын шығыстардың біршама азаяды. Бұған нақты секторды қолдауға жұмсалатын шығындардың бір бөлігін жергілікті бюджеттерге шамамен жарты триллион теңге аудару себеп болып отыр. Үкімет жыл сайын бюджеттерді қалыптастыру барысында нақты секторды қолдау шараларын қаржыландыруды ұлғайтып, оны жалпы ішкі өнімнің 3,5% кем емес деңгейде ұстап тұратын болады, дейді ол. Сондай-ақ Әлихан Смайылов экономикаға кредит бөлу туралы айта келе, макроэкономикалық жағдайдың тұрақтануына қарай банктердің кредит бөлу көлемін биылғы 22 триллион теңгеден 2027 жылға қарай 36 триллион теңгеге дейін, яғни 5 жыл ішінде 65%-ға ұлғайту жоспарланып отырғанын жеткізді. Сондай-ақ премьер-министр жаңа жобаларды жүзеге асыру өнеркәсіп өнімінің көлемін 10,5 триллион теңгеге арттыруға мүмкіндік беретінін айтты. Шамамен 4,4 триллион теңге импортты алмастыру жүргізіледі және 6,1 триллион теңгеге экспорт көлемі өседі.